Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мерекелік дастарханға салат даярлайтын боламыз. Салат ерекше дәмді шығады, көп ингредиентті қажет етпейді, әрі өте тез даярланады. Салат үшін бізге тауықтың төс еті, ал мен үндіктің сан етін қолдандым. Жұмыртқа, ананас, салат жапырағы, майонез және грек жаңғағы қажет. Алдымен тауықтың төс етін төртбұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Орташа көлемдегі шағын бөліктерге бөлеміз. Қатты ірі немесе қатты майдалап турамаймыз. Мен бұл салатқа үндіктің сан етін қолдандым. Тауықтың етін бұл салатта үндіктің етімен алмастыруға болады. Бұл салатқа ет қосылғандықтан өте тойымды келеді, сондықтан оны кешкі асқа ұсынсаңыздар да болады. Майонездің орнына үй жағдайында жасалатын майонезді қолдансаңыздар болады. Ал үй жағдайында жасалатын майонездің рецебін менің каналымнан таба аласыздар. Турап алған тауық немесе үндік етін бір ыдысқа саламыз. Жұмыртқаны ашып тазалап алғаннан соң оны да ірі төртбұрышты бөліктерге бөлеміз. Жұмыртқаның сары уызы кескен уақытта шашырап кетпесі үшін ақырындап отырып кесеміз. Дайындап алған жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Бұл салатқа консервідегі ананасты қолдандым, оны да ірі бөліктерге бөлеміз. Салаттың құрамында тәтті ананас болғандықтан салатқа тұз қоспаймыз. Тек тауық етін пісірген уақытта міндетті түрде сорпаға тұз қосып пісіріңіздер. Ананасты ыдысымызға саламыз. Салат жапырағын жуып тазалап алғаннан соң оны ірі төртбұрышты бөліктерге бөлеміз. Салат жапырақтарын ыдысқа саламыз. Салатқа майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Майонезді дүкеннен алсаңыздар да болады, немесе үй жағдайында даярлап қолдансаңыздар да болады. Салаттың құрамындағы салат жапырақтарының басылып қалып, немесе жұмыртқаның езіліп кетпесі үшін салатты ақырындап отырып араластырамыз. Салаттың дайын болуына өте аз қалды. Соңында грек жаңғағын майда бөліктерге пышақпен бөліп аламыз. Дайын болған салатты ыдысқа орналастырамыз. Салаттың бетіне даярлап алған грек жаңғағын себеміз. Достар, біздің мерекелік дастарханға арналған осындай өте дәмді салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде даярлап жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер мерекелік дастарханға арналған салаттардың рецебімен көбірек бөліскенімді қаласаңыз, комментарийге плюс қойып кетіңіз. Ал менің каналымнан сіздер сонымен қатар торттар мен десерттердің мастер-классын, әртүрлі тағамдардың жасалу жолын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.